Достар, қалайсыздар? Бүгін бізде 5-ші час болады. Алдыңғы 357 просмотр үшін рахмет. Апкем келіпті ғой. Сестренка не үшін жылап отырсын? Қойыңызшы, сіз араласпай қойыңызшы. Жарайды. Кетінші бар деймін. Ой, жарайды деймін. Не болды сонша жылап? Бас жасай ма? Осы мен сестренкам ше. Басым жасайды мен. Өздерінің бас жасамайды. Еще маған изменя. Болды ғой, шыламай қойыңызшы. Есем көз жасымды құртып дейіндей. Есіп жалсаңыз дұрыстап жалғамай қапты ғой. Мә осы көршінің баласымен танысуғайын ба? Дидарды қоя салып ше. Кішкене телевизор көрейінші. Ойбай, шаршап кеттім бүгіндікі. Мә чаттап не отыр? Түс қойған болғасы. Похуй ома бірақ. Похуй. Ой, бұда да қызық жоқ. Қоя салшы. Компьютер көрсем бекен. Кім мынау, Дидар ма? Дидар кетші бара вообще. Үйім алды сасы кетті. Қой тұрш, кездесейік дейіндей. Қош кетші бара вообще, көзіме көрінбеш. Мен саған дұрыстап түсіндіріп берейін де. Түсіндірмей қой, уже поздно. Не болған саған сонша? Екеуміз бірге жүрмейміз бе? Жүрмейміз вообще. Жақын емес вообще, маған кетші бара. Түрін құрсын сен де бір. Көзін қисайып алып. Олай айтпа маған. Айтам, сен кімсің вообще? Құршылары иман сыз кетті вообще. Жарайды, кетсем кетем. Кете бір сол. Құршылар. Хат келіп той. Кім нау вообще? Блин, анау Дидар ма? Кәм оқиын береді. Есікті жауа сайын сосын әже отыра бұқыншы. Бұл сәлем қата апинен. Апинен деп Дидардан. Сәлем, сен мені кешірме, сен кешірме, потому что менің қызым бар. Енді екеуміз айырылысуымызда мен тоқтата аламын, себебі мен қызым бар. Екеуміз енді сөйлеспейміз. Ой, бәләгем осын ше. Осын сезбейм де мен. Дидардың осына екен білем. Потому что ол Дидардың бәрі бауырник болады. Жарайды, қоя салшы, ұйықтайын болды. Ой, мынау апкем ба? Сестренка бара салшы. Жарайды, барам. Сеттерді өшірейін. Киімді алмастырып алайын. Мына хатты вообще шоқлайыншы. Сасып тұр ше. Ойбай, туалетке отырған болады. Светті сөндірейін. Ойбай, әпкем не істеп жатыр? Төменге не үшін түсті мен қазір? Тупойым ба? Болды қой, ұйықтайын. Азап болды ой. Әпкем қайда? Әпке қайда батыр? Мен ба, жаным, мен жұмысқа кетіп бара жатырмын. Красоткам давай, мен срочно жұмыстармен шығып жатыр. Қайда? Астанаға деймін. Болды, мен сау болды, жарай ма? Мен кеттім. Жарайды, сау болған сәтте. Қалыңызшы. Жоқ, қалмаймын. Кешір, мен жұмысқа шақырып жатыр. Тез асығыспын. Жарайды. Мен әпкемсін естеймін. Бүгін бір кішкене бұл планым бар еді. Әпкеммен бірге кафеге барамын дегенше. Ол да жоқ. Компьютер шықтайыншы. Таң азаймен бір компьютер ойнағым келіп тұр ма? Ондай шабыт болып тұр. Болды, экран шошаңдап өтпей. Так, кремді ауыстырып алдым. Жаңа достар, енді сіздерде пауза деген нәрсе бар, сонда сөкес. Призымдайды. Алло, сезін аэропортта арт жағына келші, пожалуйста, өтінемін. Сенің әпкем маңда қатты кетті. Жарайды, қазір барам. Сол үшін же Матиз айдай салсам да болады, потому что оған үлкен машина құртып жүргім керек емес. Так, міне Матизім мен Матиз. Кеттім.
кеш қалды бірақ кешке шешем телефон шыққан болса онда мен кеттім. ойбай қайдан олар сөйтсене көрініп жатыр. Дидар қызына сөз салып жатқан кезде мені шақырған ба? Матис тарта тұрайыншы. Матис тарта тұрайыншы мына жерге қарай. Так, ойбай, позорымайын ол адам ұрды. Қызы жеркеніп қалар. Бұлтын үйге қоям, кеттім енді. Дидар? Сезім қалайсың? Сен мені кешірші өтінем. Әпкем ба анау? Әпке? Сіз әпке? Әпке, сіз қалай шықпадыңыз? Жаным, сестреңе, мен сені тастап кетем ба? Негізі біз кеше кафе ресторанда екеуіңіздің тойларыңызды режиссерлегенбіз. Сен оны дұрыс түсінбегенсің. Жаным. Қойыншы. Өтірік айтып жатсың ғой? Жоқ, шын айтып жатырмын саған. Біз соны ойластық барлығын. Короче, сезім, мен кешірші өтінем, пожалуйста. Сезім мына жерге келші. Жарайды. Достар, артаға дауысқа мән береміз, потому что білмәні жетіспейтіндерге сонда дауыс керек дейді. Так, рахмет, Дидар, бүгін сенің гүлің үшін өтінем. Сен мені кешір, кеше дұрыс түсінбей қалдым мен сені. Негізі мен сенен кешірім сұрауым керек, потому что ура, мен достар, осымен біздің видео аяқталды. 4-ші час осы. 4-ші часқа дозывайтыздар. 350 просмотр.